Назерке, техниканың қарыштап дамыған заманында енді дамыған соншалық сан алуан темірге тіл бітіретіндей халге жеттік бүгінде. Енді бүгінде екінің бірінің қолында жүрген қажетімізге жарап жатқан ноутбуктың шыққанына 30 жыл толыпты. Шағын жұмысқа тиімді бұл техниканы ойлап тапқан Алан Кей есімді азамат болатын. Ең алғашқы ноутбук негізінен әскери қызметкерлерге нағыз қажетті құрылғы деп танылған екен. Ал Sony компаниясы әлемдегі салмағы ең жеңіл ноутбукты жасап шығарыпты. Салмағы 365 грамм болатын бұл техника талай әлемді таң қалдырған еді. Техникаға жан бітіруде шебер деп танылған мемлекет, ол әрине Жапон елі екені баршаға мәлім. Берік, біздің де отандастарымыз қалыс қалар емес, солардың біріне кезек берсек. Толығырақ әріптесіміз Әсел Байгенженің бейнематериалында. Мына бөлмеде жас ғалымдар түрлі құрал жабдықтардың көмегімен робот машина құрастырып, әлемдегі жаңа технологияның дамуына үлес қосып отыр. Өнертапқыштардың бұл құралы ғимараттарды жер сілкінісі кезінде сақтап қалады екен. Бұл роботты Қуаныш Алмабекұлы жетекшісімен бірлесіп 2 жыл құрастырыпты. Докторанттың зерттеуі бойынша техника 2-3 тоннадан асатын ауыр салмақты көтере алады және жер сілкінісі кезінде үйлердің қирамай, тепе-теңдігін сақтап қалуына ықпал етеді. Сондай-ақ оның параллельді құрылымын мойын протезі ретінде қолданып, медицинаның дамуына да үлес қоспақ. Роботты құрастыру үшін ең алдымен қиын есептерді шығарып, оның сызбасын жасау керек дейді өнертапқыш. Роботты құрастырмастан бұрын оның бірнеше сатылар болады. Оның жаңағы сызбалары, кинематикалық сызбалары, сол сызбаларды біз алдымен механикалық түрде зерттейміз ғой. Белгілі орын есептері, жаңағы бір орыннан екінші орынға жаңа қозғалу есептері бар. Сол есептердің бойынша бірінші зерттеп, одан ол есептердің бәрін жаңағы анализдеп, содан ол сатылардан бастап оны біз жаңа алгоритмін құру есептің, сол бойынша жаңа сатылармен құрыламыз. Осы құрылғының жасалуына бағыт-бағдар берген техника саласында 35 жылдан аса еңбек етіп жүрген Қорғанбай Шоланның құрметіне робот Шолқор деп аталыпты. Ол алдымен 6 жетектен тұратын механикалық роботты ойлап тауыпты. Стюарт платформасына қарағанда 6 жетегі де тәуелсіз жұмыс істейтін техниканы жетілдіріп, өзі жүретін автоматты робот құрастырған. Бірінші осындай механикалық түрде жинадық. Әжіптәуір енді бұрын тек қана сызба түрінде болатында, енді міне темір түрінде, мына гидравликалық жетектер сұйық арқылы жұмыс істейді. Содан кейін біз бұны дамытып, қазір автоматты түрде міне жұмыс істейтіндей осындай нелер шкаф бар, міне автоматты түрде істейтінді жасадық. Бір орыннан екінші орынға қозғалуын әлі зерттеу керек. Сосын жаңа жылдамдығын, үдеуін, қандай күшпен әсер ететін оған. Сол бірнеше сатылары бар есептің. Сол есептерді әлі де біз солмен айналысып жатырмыз. Әзірге бұл робот пилоттық жоба. Ғалымдар болашақта осындай техниканы өндіріске шығарып, қолданысқа енгізбек. Адамның уақытын, жұмыс күшін үнемдейтін робот қазіргі нанотехнологияның ірі жетістігінің бірі. Тек ашылған жаңалықтар ескерусіз қалмасын деңіз.